Ассаламалейкум. Дөнен көбі. Алейкумассалам. Мынау біз өлкө тарихы өзіңіз білесіз. Біз 15 жылдан асып қалды. Осы Жамбыл облысы Байзақ ауданындағы жаныстардың, оның ішінде өтеміс пенен байыстың тарихын жинақтап жатырмыз. Соның ішінде Үштөбе әңгімесі бүгін сіздің әкеңіздің туған жері Үштөбе, ол бүгін жойылып кеткен ауыл. Осы ауыл Кеңес ауылын біріктірген кезінде сол 1950 мен 60 жылдардың ортасында Үштөбе ауылы Кеңес ауылына қазіргі ауылы деп қосылып отыр. Оны өзіңіз жақсы білесіз. Өткенде ғана Жамалбек көкеміз өмірден өтті. Сол кісі де сіздің әкеңіз туралы, Шыныбекұлы Жасұзақ кісі туралы бізге көптеген мәліметтер берді, ақпараттар айтты. Және де жалпы бұл әңгімені біздің әкелерімізден де естігенбіз. Жаңағы сіздің әкеңіз Жасұзақ Шыныбекұлы, бұл кісі Қызылқырғын тоталитарлық режимнің кезінде бұл кісі сол жапа шеккен кісі. Мұны жастар, біз мынау бүгін бұны бейне жазбаға түсіріп жатырмыз. Адам деген рухани жолаушы. Сіздер де Аллаға шүкір бүгінгі күнде өсіп өнген әулетсіздер. Жастар білсін деп біз осы бүгінгі әңгімемізді арнамақпыз. Сіз өзіңіздің әкеңіз туралы сол естелігіңізден айтсаңыз. Ал енді ана кітапта үлкен қариялардың айтқан әңгімелерінің архивный құжаттарының бәрін біз жаңағы Жүніс және Байзақ жаныстарының өлкө тарихы деген кітапқа біз енгізіп отырмыз. Сіз әкеңіз туралы бірер әңгіме айтып берсеңіз, көке. Мынау әкеңіз туған жылы. Әкем 1906 жылы дүниеге келген ол кісі. Енді о жылдарда бір жақсы жылдар емес, өте бір қиын жағдайларда, өте бір ауыр жағдайларда өмір сүрген ол кісілер, енді қиындықты көп көрген. 1976 жылы өмірден озды ол кісі. Ал енді ол кісі сол Үштөбе ауылдық, Үштөбе колхозында жаңағы біраз жыл колхозды басқарған болған кісі кезінде. Кейін сол колхоз бастығы бола жүріп, жаңағы ауыл халқы кішіге ашығып, тарығып, қиналып жатқан кезде бір жылқы сойылып, сол жылқының ішіне құлын шығып, сол құлын бұл халық жауы деген атақпен жаңағы колхоздың малын буаз биелерді жойып жатыр деген жаламен ұсталып, жаңағы Сталиндік қуғын сүргіндік кезең ғой енді. Соңында осы бір 12 жылдай түрмеде отырып келген жаласыз. Енді бұл кісіні Жамалбек ақсақал қарияның әңгімесінде бұл туралы көптеген ақпараттар берді. біледі ғой. Сол 1935 жылдардың көлемінде Шыныбекұлы Жасұзақ көкеміз сол Үштөбенің бастығы. Содан жаңағы біз ол кітапқа Сарықыз деген әңгіме енді. Жаңағы Сарықыз деген бір 10 жасар болып қалған жылқы екен. Тумаған жылқыны жаңағы жылқышы келіп айтады. Ол кісінің аты жөні барлығы кітапта енді. Сонда ол кісіні мынау енді жатырмай басты. Бұны не істейміз дегенде сонда Жасұзақ көкеміз айтыпты. Әкеліп сояйық, мамыр мерекесі деп. Қазірде мамыр ғой енді. 4 жыл тумаған бие деп айтатын өзі. Сонда сол жылқыны әкеліп сойғанда соның ішіне жаңағы қасарысқанда құлын шыққан. Бірақ бұны жаңа үлкен қариялардың айтысында бұл енді жылқының сойылғаны 1935 жылдардың көлемі болып тұр. Бірақ енді ол кісіге жаңағы кейіннен мынау 37 жылы Науатов Жүніс облыстық атқару комитетінің төрағасы. Ол кісі 1904 жылға Жасұзақ кісіменен сондай ол кісінің жас кезінде және бірге алып жүрген жаңағы көңілі жақын кісілер екен. Ол кісі Науатов Жүніс бұл үлкен қызметтес деген Тұрар Рысқұловтармен жаңағы байланыста болған. Сонда жаңағы арызды жазылғанда, ол кісінің үстінен арыз жазылғанда бұл кісі Науатов Жүніс кісіменен байланыстылық көрсетілген. Ол кісінің анау көкпарда әкеңіз көкпаршы болған ғой. Сонда айтып қалған сөзі бар екен. Ислам туын көтереміз, тәуелсіздік, азаттық туралы сол біраз әңгімелерін айтып қалғанда, кейін сол арызда көрсетіліп, Науатов Жүніс 1937 жылы атылған соң, сол үстінен арыз жазылып, Жасұзақ көкемізде сол репрессиядан жапа шегіп отыр ғой. 37 жыл кеткен ғой. 2 жыл өзіміздің әулиеатада тергеуде болған.
одан 37-те сотталып үкім шығады да, бұл кісі 49-ға шейін жаңағы Магаданда отырған. Магадан бұлданды бұл кісі жасы жақ көкеміз 39-шы жылы барып отыр. Біз оны зерттеу барысында отырдық. ЧК генералы Никишов тура сол кезеңде қасарысқанда Гулаг жаңағы Магаданға начальник Гулага болып барады. Бүкіл енді үлкен архипелаг бар. Жаңағы сонда енді ол кісі сол жерге барған, енді үлкен ол жерде жүздеген лагерь болған ол жерде. Енді ана есіктерін түгел жаппай жүйрік жаңағы Қалжал дегендер жинаған ғой. Сол кезде әкім айтып отыратын бұл жерде орысың болды, барлық ұлттың өкілдері болған. Не бір ғалымдар, не бір академиктер, не білімді көп жаңағыдай жаламен кеткендер. Дұрыс айтасыз. Сонда бұл кісі де сол жаққа барған, бұл кісіні біз жаңа кітапқа енгізіп отырмыз. Ол кісі біраз естіген, көрген, білген адамдардың барлығын жаңа кітапқа енгіздік. Ол жерде бұл кісі мына бізге ол кісінің сол жердегі бір әңгімесінен сәл өз аузыңызбен айтып берсеңіз, біз енді мына кітапқа енгіздік. Ол жерде Магадан архипелагында 47 år болыпты. Сонда оның таңғаларлығы сіздің әкеңіз Жуан тамыр деп айтады екен. Сол жақта жаңағы үлкендердің әңгімесінде Жуан тамыр дейді, оны орыстар Корин деп сондай бір лақап ат қойыпты. Бұл сол таңғаларлық жағдай біз естіп те таңғалдық. Және де кітапқа жазғанда ең бір сондай бір қызықты, сондай бір кезең болды, оқығандарға қызықты болады. Ал бірақ бір адамның ол үлкен тағдыры ғой енді. Тағдыры болып тұр. Бірақ сол үлкен Магадан мазары деп аталған жерде сіздің әкеңіз беделді кісі болған екен. Ол кісінің жаңағы алтын қазған жерде істегенін растайсыз ба сіз? Иә, алтын қазған жерде істедік деді. Алтын өңдедік дейді, жаңағы жуады ма қалай алтын тазынай деген. Жаңағы ол жерін алтында істеген. Бұл кісінің жаңағы анау алтын сағат таққандығы, алтын күміс қанжары туралы айтып берсеңіз. Оны да айтып отыратын ол кісі мынау бұйрық шығып жаңағы сұрау жаңағы соттық жылымыз үкіміміз бітіп бола бастағанда уже жаңағы бәрімізді тексеруден өткеру деген жаңағы жерді алтынмен бәріміз қанжығамызды жаңағы сырты қанжар қынабы алтынмен қапталған, қолымызда алтын сағат дейді. Жүріс енді солай ол кісілер жаңағы топтар сондай ма әкемнің өз аузынан айтатын. Сол қайтатын кезде соның бәрін алтынды өткермесек жаңағы алтынмен өтетін болсақ жаңағы тексеретін жерден қарын назад қайтып статьяны қайтып алып қалады дейді. Соған қой бұл енді бәленбай жыл саналғанымыз жетер. Мынау алтынсыз да өмір сүрерміз. Ауылға барсақ кішкене семья құрып, семьялы болсақ алтындай ұлдар келер дүниеге, солармен ақ бай болармын деген оймен алтынның бәрін жаңағы мусорға лақтырдық дейді. Сөйтіп мусорға тастап, жағадан үкімнен шығып, қолымызға бұйрығымызды алып, сөйтіп ауылға қайттық аман есен дейді. Бұл кісі ауылға қайтып келіп отыр, бұл Жамбыл облысына қайтқанда біз ол жерде вагондарда анау кіммен кездескендігі, ол өз ауылда Құмбелауының ағайындары кездескен. Шыңғырбай кісімен кездескендігі, ол кісі шу станциясына түсіп қалып, ол кісі бір жыл жаңағы Әулиеатада болған ғой, ауылға келмей. 6 айдай Әулиеатада болды. 6 айдай Әулиеатада болып, ол кісі қай жылы үйленіп отыр? 49-да келді ол кісі ауылға. Сөйтіп Әулиеатада бір жыл емес, бір 6-7 айдай жүріп, содан кейін келгеннен кейін сол 50-ші жылда үйленіп отыр бұл кісі. 50-ші жыл жаңағы мен үлкен ағам ұланбен өмірге келді ғой. 50-ші жылда үйленген. Ал енді ол Тараздан бері қарай келмеу кішкене аяқта ауылдық жақтағы разведка жасағандай болып жаңа 6 ай Таразда жүріп алған ғой ол кісі. Бұл кісінің кішкентайынан өзін бағып баққан жаңағы жеңгесі бар болатын Айбаба деген. Біздің апамыз мұндағы шейін бақты қақты, бізді өсірді. Сол кісінің Әбу деген кісінің әйелі ол кісі, Әбу бұл кісінің ағасы, мысалы жаңағы Шыныбекпен бірге туған кісі. Енді бұл кісі жаңағы біздің Doğanбай деген атамыз болған, сол кісімен жаңа Айбал апам Таразға базарға ол кезде ат-арбамен барады ғой. Базарға барады екен, сол сыртынан бұл кісіні байқап бағып бірден келмей көріп жүреді екен. Соны енді ол кісінің бойы бұзылған шығар. Ол кісінің түрмеге кеткенде өзінің бұрынғы қосылған әйелі бұрын тумаған кісі екен да. Содан кейін жеңгеміз апасы, біздің апамыз ол кісінің жеңгесі Айбал апамыз. Сол кісі ертең ол кісіні шырақ деп атайды екен. Ертең ол кісі шырағын тұқымсыз алып кете ма, пока ол түрмеде сен ол өз жолыңды байламайды деп ол кісіні төркініне жіберген екен жаңағы бұрынғы әйелі. Содан енді ана Айбал апа жеңгесі Doğanбаймен базарға барып жүрген көреді арбамен. Продукталы деген адамына айырбасты. Соны ол кісінің енді ойы бұзылған ба, қызғаныш па? Бұл Doğanбайға қосылып алған ба, бұл жеңгесі деген ойға келеді ғой.
ол кезде ағасы жоқ қайтып кеткен өмірде. Сөйтіп біраз жыл Таразда, бір 6 айдай Таразда жүріп, содан бізде мынау Қаңтарбайдың, біздің көп әлейлер бұрын білетін, қазіргі Абай мен менің келісімдағы мешітіміз бар, дәу мешіт. Соның жанында Қаңтарбайдың қасапханасы деген қасапхана болған. Сол жерде босақана болады екен. Сол жерде көкемді көбірек көреді екен жасырынаншы. Ауылдың адамдары сырттан танитындар. Солар күндердің күнінде жаңа біздің апамызға Айымбалап аға хабар айтады ғой, өстіп жас жоқ жүр Таразда. Біз көріп жүрміз. Қалада Жамбыл ғой енді, өзі Жамбыл Әулиеата дейді жоқ. Жамбыл болу керек. Содан апам бір күн іздеп шығады да, жаңа Оңбай екеуміз барып, жақтан әкемізді тауып, содан ауылға келген ол кісі. Бұл 49-шы жылдардың сол. Енді точно жобасын білмейміз ғой, 49 жыл. Соны ауылға келіп, ауылда біраз болғаннан кейін барып, 50-ші жылдары осы шешемізге үйленген біздің. Анаңыздың аты? Анамыздың аты Бөкежан. Бұл кісіден біз 51-ші жылғы ұлан, 53-ші жылғы құлан, ол енді былтыр 1 жыл болды. Марқұм болып кетті ол кісі. Одан кейін мен, одан кейін Қанткүл 57, 59 Манткүл, 64 мына қазір қара шаңырақта тұр, өнер деген ініміз. Осы алтауымыз бір кішкентай қыз болды, жас кезде шетінеп кетті 5-6 жасында. Сол ол кісіден сол 6 ұрпақ, біз 4 ұл, 2 қыз қаламыз. Бізде жаңағы ауыл тарихын жинақтауда сіздермен Дуанбай Тәуіп деген үлкен кісі болған. Осының тәуіпшілігі біздің жаңағы үлкен қасиетті кісі екен. Иә, жақсы. Сіздердің ағайын жақсы тәуіп болғанбыз. Жаңағы жас ұзақ көкемізді уайымдаған кісінің біреуі сол кісі. Жақсы тәуіп болғанбыз. Ол кісінің туралы арнайы кітапта біз әңгімелерін жаздық ол кісінің. Ал енді осы жерде сіздің әкеңіздің мынау сал-серілікке құмарлығы, мынау ат ұстаған дәстүрді естуімізде жаңа айтады ол кісі 3-4 атты ұстап, сондай көкпарға құмар. Ат құмар болған. Ат құмар кісі еді. Жас ұзақтың Қара Жорға деген аты болған. Үстінде кәдімгі қазақша сипаттап жатып жүрді ғой жаңа. Недегі пианайдағы су төгілмес деген. Қара Жорға деген аты болған. Су жорға ғой. Су жорға, иә. Жаңағы пианайда су төгілмейді деген сондай. Ол ат мында болған. Мен 55 болсам 58-ші жылдарма біздің әкеміз ұлан мен үшеумізді сүндетке отырғызып, қазіргі біздің отырып жатқан жерімізде көл бар ғой, Қарабақ. Соны арғы беті біздің сол жерде дәу үлкен той жасаған ол кісі, неше 20-30 киіз үй тігіп, кәдімгі дөңгелекте жақын жерде колхоздарға хабар беріп. Әкеңіз ба? Иә, бәйге болған, ат бәйге. Ол кісінің енді өзінің ат құмарлығы да, ол көкпар шаптырып. Сол кезде жаңағы Қара Жорға деген аты сөйлеу сол кезде бар екен ол. Мен жаңағы мысалы 55 болсам 58-де мен 3 жасымда сүндетке отырғызған. Сол кезде Қара Жорға бар екен. Кейін біздің қазақтың бір күшті дәстүрлі нелері бар ғой жаңағы. Қалау деген. Мына біздің Төртқара кеңесте пайыз Рахманберді деген кісі, Тәңірберген деген ағасы болған молда кісі. Сол кісілер келіп ағасын ертіп келіп, мен әкеммен дос боламын, біз өмірлік дос болайық деп төс қарастырып, Қара Жорғаны сұрақ бердім деп, сол кісі Қара Жорғаны сонымен кеткен екен. Бұл енді сол 58-ден кейінірек 59-60 жылда. Одан кейін Қара Жорғаның несін білмейді екен. Қара Жорғаны жаңағы кісі Рахманберді қалап келіп алды ғой. Қалап келіп, иә сөйтіп ағасын ертіп келіп, жаңағы кәдімгі жекжат боламыз, дос боламыз, өмірлік деп төс қағысып, сол кісімен кеткен сол Қара Жорғаны. Одан кейінгі көкпарлық өнері ол кісінің үйде мен 55, қазір 65-66-тан бастап бізді атқа мінгізе бастады ол кісі, 10 жастан аса. Үйде 2-3 ат тегін байлап тұратын. Көкпарға бағулы деді мені, тартатын. Мен қасында көріп жүрдім ол кісі. Көкпар шаптым мен де сол кісі. Өнер маған енді сол кісінің берген тәлім тәрбиесі шығар, кішкене жұқты. Шаптым, жақсы шаптым енді. Одан кейін ол кісі аңғымар болатын. Жақсы тазылар болды үйде. Тазыларды енді оны мақтауға алғанда ақылдылығын айтып бола алмаймыз енді. Мына жерде төрге сартолы төсеп қоятын. Сода жатады, біз мына лавкада ішіп отырамыз, ол кезде бас-басымызға бөлме жоқ қой, бірақ бөлме. Осындай столда отырсақ, солар көзін біздің ішіп отырған лавкамызға көзін салмайтын сол тазылар. Қасиеттілігі. Ол кісі сондай аңғымар болды. Одан кейін аңшы болды ол кісі. Өмірі қолынан мылтық түспейтін, көздегенін жібермейтін, таза охотник болатын. Аңшы, балықты да жақсы ұстайтын. Ол кісінің серілігі сол. Аттарды көкпарды да көп шалықты кезінде. Біз мені баптап, мені сол топқа қосып жүрген кезде ол кісі шапқан жоқ, бірақ мені
ертіп баратын, қошеметтеп үйреттіретін, көрсететін. Мына ауылда ол кісілермен қатар мынау Мамаев Рахымбай, жаңағы мынау Сәтінбек қария, Ақбердиев. Одан кейін жаңағы Шымырбаев Дәулеткүл деген кісілер анау. Сол кісілердің бәрі атын мажандар еді ғой. Айтайын деп отырмын, жаңағы қариялар бәрі бір атын мініп барады көкпарға. Жақсы аттар ғой енді бәрі. Сөйтеді де жаңағы бізге шаптырады жас балаларға ше. Кезек-кезек атты таңды ұстап тұрады, бір аттан кейін бір ат мініп. Сөйтіп бізді ол кісілерге алып алған көкпарға. Ол кісілер бізді жаңағы қошеметтеп осы топта ертіп барып жүретін кісілер болды. Абылбек Иманбектерді көрдім мен, бірақ ол кісілердің мынандай көкпар неге барғанын білмедім. Кімдерді айтып отырсыз? Ағайындарыңызға айтып отырмыз, мынау болашақта жастар көреді, мына неңіз, жақын ағайындарыңыз. Ағайындар енді біз байыстың ішінде мына үштөбеде біз жаңағы Қазыбай деген атадан екі атамыз Майлыбай, одан кейін тағы Құттыбай дегеніміз бар, одан кейін Бәйіт деген осы үш атаның әулеттеріміз, үш атаның балаларымыз. Соның ішінде Бәйіттен біз жаңағы Бақдәулет деген жаңағы Дуанбай атаның аталары, үлкен аталары, одан кейін Тойбек, одан кейін Жұманбай. Осы үш атадан тарайтындар жаңағы Сабыралдың әулеті, мысалы бір несі. Тойбектен тарағандар, Сабырал аталар. Жаңағы Жұманбайдан тараған жаңағы біздің әкеміз Шыныбек, жаңағы Әбеу деген ағасы болған, Шайхы деген біздің бір неше жыл осы кеңесте өмір сүрген өмірден қайтты. Шайхы Ибаоркүл деген әпкеміз болған. Жаңағы Шайхымыз сол кісі. Біздің сол әкемнің қол астында осы жақта болып, енді ол кісі біраз екі баласы болды, ол кісі тұрмысқа шыққан ғой, бірақ енді сол кезде бір тұрмыстық бір себептермен сол әкемнің қолында өсті де, кейін біздің қолымыздан өмірден озды ол кісі. Сол үш атаның балаларына жаңағы бір атаның үш несінен сол жаңағы мен әкем жасында қалды жалғыз, бір әулеттен жалғыз өзі өскен. Енді жаңағы Сабыралыда балалар бар, Қанай, Тынай, олардың балаларын білмейді екенмін қазір. Сол кісілер ағайындарыңыз. Ол кісілер ағайындар сөздерді Оралбайдан бастап. Жақсы, көке, мынау біз енді бұл туралы өлке тарихында кітапқа көптеген мәліметтерді енгіздік, әкеңіздің өмірі жайлы. Соны сіз мынау болашақ жастарға, ұрпақтарыңызға мынау сондай естелік болсын деп осыны түсіріп отырмыз. Әкеңіз енді сол тоталитарлық жүйеде репрессия құрбаны. Біздің ауылда жаңағы бірнеше адам бар, соның біреуі. Біз енді алдағы уақытта арнайы ауылда жаңағы ескерткіш қойып репрессия құрбандарына сондай істі біз қолға алып отырмыз. Алдағы уақытта Алла қаласа. Ал енді осындай біздің қазақта орыс келіп бір төтен өмір қастық жасаған оқиғалар аз енді. Олар мүмкіндікті ортадан пайдаланды, бірақ біз өзіміз қазақ құртқан сондай бір қиын кезең. Сырттан жау келмеді. Мынау Донос деген себебі біз алдағы уақытта мынау біз айтатын боламыз, мынау Аязбай деген сол өтемістердің ішінде, ол кісі де осы сіздің әкеңіз тағдырлас, ол кісі 43-ші жылы атылып кеткен. Ол кісі де жаңағыдай, ол кісі де колхоз бастығы болған, ол кездегілер сол болыс болды деп айтады ғой жаңағыдай. Ал енді осындай біздің асыл мәрт қасиетті ер азаматтарымыз аз болмаған, жуан тамыр жаныстардың ішінде. Бұл біздің өлке тарихымыз, бұл жаныс тарихы, жаныстың ішіндегі байыстардың әңгімесі, бұны ұмытылмау керек. Бұндай әңгімелер мінекей көке, енді сіздерге біз жақсылық тілейміз, аманшылық болыңыздар, өсіп-өніп отырсыздар. Мінекей, бұл Аллаға шүкір, бұл жақсы әңгіме. Ол кісі мынау Гулагта көптеген миллиондаған адам болған, 100 мыңдаған адам болған лагерлерде. Сонда сіздің әкеңіздің біледі екен 6 мыңға жуық молда болған, 3 мыңға жуық поп болған. Соның ішінде жаңағыдай әңгімелердің барлығын қызықты, мәнді мағыналы әңгімелердің бәрін біз кітапқа енгізіп отырмыз. Сіздің әкеңіздің өзі жаңағыдай жастар бұны білу керек, себебі біздің өзіміздің тарихымыз ғой енді, әйтпесе бұл барлығы ұмытылып кетеді. Мінекей, сізге көп рахмет, жақсылық көріңіздер. Біз осындай елім деп еңіреген, бас көтерген азаматтарымыз болған, жастардың ішінде. Содан осындай өтеміс байыстан осындай бір әңгіме шықсын деп бүгінгі әңгімені жаздық. Рахмет сіздерге. Бұл енді келешек ұрпаққа да керек дүние ғой. Ол кісілер енді кезінде мемлекетке біраз жақпауында жаңағы тік сөйлегендігінен де шығар характерлері. Сол тік сөйлегендік болмайды. Бұл көкем біз алдағы уақытта біз мына материал дайындап отырмыз.
Көбеева Нұрша деген апамыз. Ол кісілер әшейін сол сияқты бір ауыз сөзбе бола жаңағы ал жерге қамалған адамдар болған. Бұл тоталитарлық жүйе, мұны біздің анау жастар біліп отыру керек. Мынау кеңес үкіметін аңсайтын, мынау жаңағы ой кеңес үкіметі кезінде деп аңсап отыратын, ол кеңес үкіметін аңсайтын дымы жоқ оның. Себебі біздің қазақты құртып жібере жаздады. Осындай әйтеуір Құдай сақтап қалғанбыз ғой, мың тірілген деп. Еркек мінездес, прямо айта алатын, ойын айта алатын өжет адам еді ғой. Өжет адам. Ол кісінің туралы арнайы репортаж біз дайындап жатырмыз. Ол кісі жаңағы ел мінезді кісі болғандық сөйлеуге, ол кісі туралы біз көптеген жаңағы қариялар. Ол кісі ең әлі көз алдында біздің үйде көп болды ол кісі. Осындай ол кісілердің әңгімесін бәрін алдағы уақытта арнайы репортажымызда түсіреміз. Біз Нұрша апамыз туралы Алжир құрбаны жекелей шығарамыз. Жақсы. Рахмет сендерге де. Жақсы, осындай әңгіме. Алла істеріңе береке берсін. Енді сендер кішкене бізден кейінгі жастар тарихты жазып осыны артқа қалдырып кетсеңдер, бұл да бір нұр үстінде нұр ғой. Иә. Артымызда ұрпақтар оқиды балалар, біреу болмаса біреу әйтеуір ойында қалады ғой. Мынандай болды көбі. Мына жазушы Волкоганов деген жазушы болған. Сол мына кім туралы, Троцкий туралы жазған. Сонда кітапты жазып, анау шығарып, кітапты жариялап бітіп келсе үйдегі келіншек әйел айтады екен, енді қонаққа кімді әкелдің деп. Соғысып менің үйімде сіздің әкеңіз қонақта, қазір кітап болып жазылып жатыр. Иә, ол көптеген осы ауылдағы үлкен 40-қа жуық асыл азаматтарды, тұлғалардың әңгімелерін біз жазып, енгізіп, біз соны өлке тарихын ұмытылмастай қылып жетіп жатырмыз. Жақсы. Рахмет сендерге, істеріңе береке берсін. Жақсы. Бұл жуан тамыр жаныстардың, оның ішіндегі өтеміс пенен байыстардың әңгімесі еді.